Фермерлер әсіресе Қарақалпақстанда су жетіспеушілігі һәмде егінлерді суғару машқаласына тұсласпақта. Соның үшін біз суғарудың суды үнемдейтін ұсуларына өтуіміз керек. Һәм топырақ ылғалдығын жақсы сақлап қалуымыз керек. Топырақтың ылғалдығын сақлап қалу ұсуларының бірі бұл молша менен қаплау болып есептелінеді. Мәселен, сабан, апелька, күздің күні теректен түсетін жапырақлар, өсімдік қалдықтары, һәмде кардон менен молшалауымыз мүмкін. Молшалау соның менен бірге топырақты ылғал һәм бос халда сақлайды, және биологиялық активлікті жақсылайды. Молшалау жабайы шөплердің өспеуін һәм топырақтың жоғары қатламында тұзлардың топлануын азайтады. Енді әзір көріп тұрғаныңыздай, мінекей атыздың жартысын молшаладым. Жартысы бұрынғы халда тұрыпты. Енді әзір мен кранды ашып бәрін суғараман. Құда қалесе 2-3 күннен кейін сөрге әмбе келеміз. Молшаланған жағын, молшаланбаған жағын нәтижесін суақта көреміз. Міне, хүрметті достар, және көрсіп тұрған қуаныштыман арадан 3 күн өтті. Бұндан алдын 3 күн бұрын осы атысты мен сіздерге көрсетіп едім. Бұны бастырып суғарғанман. Мен сіздерге нәтижесін көрсетемін. Міне сабанды ашым жолдастар, көрдіңдер, екі жақтың парқы бар. Молшаланған жағы, міне ызғарлықты сақлап тұрды. Міне молшаланған жақтың ызғары, міне көрдіңдер ме? Демек парқы бар, нәтиже бар. Мәселен, міне 3 күні суғаратын болсақ, міне көріп достар, енді молшаласаңыз, 10 күннен суғарсаңыз болады да. Бұл бір. Және екіншіден, атызымызды молшалағаннан кейін, жауын құртларын пайда етеді. Ол құртларда ұсы біздің егіп қойған дақылымызға пайдасы бар. Үшіншіден, минетіңді азайтады. Төртіншіден, бұл молшаланған сабанлар шіріп, дақылға төгін болады. Бесіншіден, қалтаңыздан онша дарамат кетпейді. Атысты солай қылып молшалаймыз, сонда біз суды 2-3 есеге үнемдеуімізге алып келеді. Соның үшін мен әмеңізді, өз атызларыңызды, һәм қитақ жерлеріңізді молшалауға шақырып қаламан. Молшалау һәмде тамшылап суғару системаларын бірлестірсеңіз, суды және де көплеу үнемлеуге болады. Менің анам Жижи айның Арал теңізі бойынша жойбарының ықылым өзгеруі һәм ауыл қожалығы бойынша тренингтерде мульчалау хақында ескеннен бері маған күзде төгілген жапырақтарды жинауға қажет қалмады. Нәтижеде бұрынғыдай бәһәрде топырағымыз кеуіп шаңғытып кетпейді. Ал топырақтың ылғалдығы болса, өзінде сақланып қалатұғын болды. Һәм осындай ылғал топырақтан біздер көплеп жауын құртларын ұстап алатұғын болдық.